Сәлем балалар, 3-ші сынып математика 157-ші сабақ. Құрама есептерді шығару. Бүгінгі сабақта сен құрама есептерді шығаратын боласың. Бірінші есеп. Өрнектердің мәнін тап, дұрыстығын тексер. Өрнектердің мәнін өсу ретімен қойып, қандай мақал жазылғанын анықта. Мақалдың мағынасын түсіндір. Өсу реті, сандарды өсу ретімен қойғанда бізде осындай мақал шығады. Ана алақанның аясы, ақ шынардың саясы. Екінші есеп. Есептерді шығар. А есебі. Аналар мерекесіне арналған концертке сахнаны безендіру үшін әр қайсысында 25 данадан 8 қорап шар үрленді. Әр қайсысында 15 данадан 5 қорап жалау пайдаланылды. Безендіруге барлығы неше шармен жалау пайдаланылды. Шешуі 25 пен 8-ін көбейтіндісін 15 пен 5-ін көбейтіндісіне қосамыз. Барлығы 275 дана шармен жалау пайдаланылды. Екінші А есебі. Көркем еңбек сабағында сыныптағы 30 оқушының әр қайсысы 3 ашық хаттан және 1 қобдишадан жасады. Оқушылары барлығы неше сыйлық жасады. Шешуі 30 пен 3-тің көбейтіндісін 30 пен 1-дің көбейтіндісіне қосамыз. Сонда барлығы 120 дана. Үшінші есеп. Асы. Өрнекті есепке айналдыруымыз қажет. Сыйлық 221 теңгеден 3 дана, гүл 106 теңгеден 1 дана. Барлығы қанша? 221-ді 3-ке арттырғанда 663, оған 106-ны қосқанда 769. Жауабы 769 теңге төленді. Екінші өрнек. Сыйлық 221 теңге 2 данадан, гүл 106 теңгеден 3 дана. Барлығы қанша? Шешуі 221-ді 2-ке арттырғанда 442, 106-ны 3-ке арттырғанда 318, 2-ін қосқанда 760 теңге. Барлығы 760 теңге төленді. Әсі. Осы мәліметтерді пайдаланып, бірнеше амалмен шығатын өрнек құрастыр. 221-ді 4-ке арттырғанда 884, 106-ны 5-ке арттырғанда 530, екеуінің айырмасы 354, 106-ны 4-ке арттырғанда 424, оны 221-ге қосқанда 645 шығады. Балалар және өздерінде әртүрлі амалмен шығатын есеп құрастырып көріңдер. Төртінші есеп. Теңдеуді шеш. Бірінші теңдеуде y 5-ке, екінші теңдеуде x 279-ға, үшінші теңдеуде a 124-ке тең. Бесінші есеп. Бірінші, екінші, үшінші сынып оқушылары бір апта бойы аналарына сыйлау үшін әшекейлер жасады. Әрбір сынып өздерінің жасаған әшекейлерін санады. Олардың әр күнде бәрі бірге неше әшекей жасағанын тиімді есептеуге көмектес. Бірінші күні бірінші сынып 25, екінші сынып 17, үшінші сынып 15. Барлығын тиімді жолмен есептеу үшін 25-ті 15-ке қосамыз. Сонда 40 шығады. 40-қа 17-ні қосамыз. Сонда 57 шығады. Демек, бәрін осылай есептеп шыққанда, екінші күні 87, үшінші күні 104, төртінші күні 75, бесінші күні 96, алтыншы күні 58. Алтыншы есеп. Есептерді шығар. Асы. Анасы дүкеннен 130 теңгеден 4 килограмм картоп және 150 теңгеден 3 килограмм сәбіз сатып алды. Анасы қанша теңге жұмсады? Шешуі. 130-ді 4-ке арттырғанда 520 болады. 150-ді 3-ке арттырғанда 450 болады. 520 мен 450-ді қосқанда 970 болады. Жауабы барлығы 970 теңге. Әсі. Анасы 2 литрлік алма шырынынан 14 қорап, ал өрік шырынынан одан 4 есе кем сатып алды. Анасы барлығы неше литр шырын сатып алды? Шешуі. 14-ті 2-ге арттырғанда 28 литр. 28 литрді 4-ке бөлгенде 7 литр. 28 литр мен 7 литрді
қосқанда 35 литр. Жауабы барлығы 35 литр. Жетінші есеп. Заңдылықты анықта. Әрбір жағына 2 цифрдан жазып, қатарды толықтыр. А қатарында 2 саннан қосылып отырған, яғни 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ә қатарында әр 3 саннан кейін қатар келген 2 санды жазып отырған. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15. Б қатарында 4 саннан кеміп отырған, яғни 39, 35, 31, 27, 23, 19, 15. Балалар, осымен видео аяқталды. Келесі сабақты жіберіп алмас үшін және көру үшін менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.